Жан-Клод Ван Дам бельгиялық бодибилдер, актер және каскадер жұлдыздың шығармашылық өмірбаянында 50-ге жуық рөл бар. Көптеген экшн фильмдері оған танымал болды. Сонымен қатар, Жан-Клод 5 жекпе-жек өнерінің иесі, сонымен қатар сценарист, режиссер, продюсер, редактор және ондаған фильмдердегі жекпе-жек сахналарының режиссері ретінде өз күшін сынап көрді. Балалық шақ және жастық шақ туған кезде, болашақ актердің есімі одан да ұзақ болды. Жан-Клод Камилла Франсуа ван Варенберг. Ол 1960 жылы 18 қазанда Брюссель астаналық аймағына кіретін Беркем Сент-Агате деп аталатын 19 коммунаның бірінде есепші және үй шаруасындағы әйелдің отбасында дүниеге келген. Әкесі дебет пен несиені салыстырып қана қоймай, өзінің гүл дүкеніне ие болды. Анасы үй шаруашылығын жүргізіп, жалғыз ұлын өсірді. Бәлкім, ерте балалық шағында анасы балаға әкесіне қарағанда көбірек көңіл бөлген шығар. Өйткені кішкентай Жан-Клод ерке, әлсіз және жылауық бала болып өсті, бірақ қазір бұған сену қиын. Жасы бойынша ұзын, және арық бала қалың линзалы көзілдірік киген, классикалық хореографияны оқығанына қарамастан еңкейген, ауырып қалған. Үйге ылғи лас, ұрып-соғып келетін. Жан-Клод 5 жыл бойы классикалық балетті оқыды. Бірде оны Париж операсына билеуге шақырды. 11 жасында әкесі Жан-Клодты атақты француз каратешісі Доминик Валераға апарады. Онымен бір жылдай жаттығудан кейін бала қандай аурулар екенін ұмытып кетті. Жекпе-жек мұғалімдері Ван Дамның спорттық болашағының тамаша болуы мүмкін деп сенді. 16 жасында оқуды ерекше ұнатпайтын Жан-Клод спорт үшін мектепті тастап кетуге шешім қабылдады. Келесі турнирде жігіт Ван Дамнан 2 есе үлкен және салмағы ауыр қарсыласын жеңді. 1978 жылы Жан-Клод каратеден қара белбеу алды, ал 1980 жылы тәжірибелі неміс Дитрих Таргильсті нокаутқа түсіріп, кәсіпқойлар арасында Еуропа чемпионы атанды. Осы жекпе-жектен кейін Жан-Клод кәсіби спортты тастап, өзін актер ретінде сынап көруді ұйғарды. Дегенмен ол алдымен қаржылық жағдайын жақсартуды шешті. Ол өзінің бірінші әйелі, 25 жастағы бай венесуэлалық Мария Родригестен ақша алып, Калифорния Джим спорт кешенін сатып алды. Сонымен қатар, Жан-Клод үй, жаңа үлгідегі көлік сатып алды, және айтарлықтай банктік есепшот ашты. 1981 жылы Жан-Клод клубты сатып, түскен ақшаны банкке салды. Осыдан кейін ол ең жақсы досы Кисимен бірге Голливуд фильмдеріне барды, алдымен болашақ актерге қарсы болды. Актриса Жаклин Бисимен алдын ала келісімдер. Бос уәде болып шықты, ал Ван Дам кинематографиялық олимпке жету жолында сөзбе-сөз күресуге мәжбүр болды. Жас жігіт 4 жыл бойы киностудияларға қоңырау шалып, түсірілімге қатысу үшін кандидатурасын ұсынып, сәтсіз аяқталды. Кейінірек актер сұхбатында есіне алды. Ол киностудиялардың алдындағы тұрақтардан қымбат көліктерді іздеп, фотосуреттерін қосады. Телефонды терезеге апарыңыз. Сонымен бірге Ван Дам жүргізуші, көлеңкелі жер асты сақиналарында жауынгер, тіпті Чак Норрис клубында тепкіш болып жұмыс істеді. Оның фильмдегі дебюті 1986 жылы шегінбе, берілме фильмінде өтті. Онда актер жауынгер Иван Крашинскийді ойнайды. Содан кейін әйгілі болған Ван Дам лақабаты алғаш рет қолданылды. Жан-Клод өзінің шын фамилиясын Ван Варенбергті өзгертуге мәжбүр болды. Өйткені ағылшын тілінде сөйлейтін адамдарға белгілі Bloodsport фильмінен кейін сәттілік актерге келді. Бұл продюсерлік орталығына түсірілім құнын бір рет өтеуге мүмкіндік берді. Қайтадан. Жас орындаушының жанкүйерлері оның қолтаңбалы дөңгелек тепкілері, акробатикалық айналуы және көгілдір көзді брюнеткаға ерекше сүйкімділік сыйлаған жұмсақ екпініне ерекше әсер етті. Осы кезеңдегі бельгиялықтардың ең жарқын жұмыстарының бірі азиялық режиссер Джон Вудың қатты нысана фильміндегі басты рөлі болды. Kickboxer, Owal, Double Impact, Universal Soldier, Nowhere to Run сияқты суретшінің танымалдылығын арттыра түсті. Оның қаламақысы миллиондаған долларды құрады, және оның есімі сол кездегі атақ-даңқтың шарықтау шегінде тұрған жұлдыздар Сильвестр Сталлоне мен Арнольд Шварценеггер есімдерімен тең болды. Актердің танымалдылығы шарықтау шегіне жетті. Ван Дам компьютерлік ойында Mortal Kombat кейіпкерінің прототипі болды, ал бүкіл әлемдегі балалар карате сабақтарына жазылуға жүгірді. Осыған қарамастан, экшн фильмдер галактикасының ең таңғаларлық сәті Жан-Клод төбелеспей, би билейтін кикбоксшы фильмінің үзіндісі болды.
Бір қызығы, актер француз акцентінен толық арыла алмағандықтан, Ван Дамның кейіпкерлерінің француздық аттарымен тамыры жиі кездеседі. Люк Диверо, Крис Дюбуа, Шанс Будро, Леон Готье, Ален Лефебвр, Филипп Саваш, Жан Вилен 1992, 1993 және 1994 жылдары Ван Дам Movie Awards сыйлығына ең қалаулы еркек номинациясында ұсынылды. Жекпе-жек өнеріне негізделген. Микки Рурк бельгиялықпен бірге ойнаған «Легионер» және «Колония» сияқты фильмдер жақсы сценарийлер мен актердің жақсы ойынына қарамастан, оған үлкен табыс әкелмеді. Жеңіспен оралу. Ван Дам Джек Эвейд 2008 жылы шыққан. Суретшінің қойылымы көрермендер мен сыншыларды таң қалдырғаны сонша, Time журналы экранда жаңғыртқан бельгиялық бейнесін Хит Леджердің «Қара ырцар» фильміндегі Джокерінен кейінгі екінші табысты деп жариялады. Жаңа танымалдылық толқынында актер «Әмбебап сарбаз», «Қайта туылу», «Әмбебап сарбаз 4», «Жаратылыс 2» және басқа да фильмдер сериясында ойнады. 2012 жылы Жан-Клод Ван Дам Ржевский Наполеонға қарсы фильміне түсті. Орыс комедиясында бельгиялық кішкентай рөлге ие болды, дерлік эпизод. Ван Дам шетелдік қонақты ойнады. Суретші пішіндермен тәжірибе жасайды, сондықтан бір жылдан кейін ол Volvo жарнамалық науқанында пайда болады. Ол екі қозғалатын жүк көлігінің арасында ең эпикалық бөлінуді орындаған бейнеде түсірілді. Содан кейін актер әдеттегі экшн жанрына оралды және «Алты оқ» фильмдерінде басты рөлдерді сомдады. Жақын жаулар және «Бір фунт ет». 2014 жылы Ван Дам «Джунглиге қош келдіңіз» экшн комедиясында пайда болды. 2016 жылдың қаңтарында Kung Fu Pandas жекпе-жек мультфильмі шығарылды. Онда Ван Дам мастер Крокты айтты. 2016 жылдың 2 қыркүйегінде 1989 жылға аттас экшн фильмінің қайта жүктелуі Кикбоксер фильмінің премьерасы өтті. Бастапқы фильмдегі рөлді Ван Дам сомдады. Жас жауынгер Курт Слоан, ал ремейкте бұл рөл Ален Муссиге бұйырды. Жан-Клод Слоунның тәлімгері Мастер Дюранд рөлін сомдады. 2017 жылы кикбоксшы оралады жалғасы фильмінің түсірілімі басталды. Фильмге боксшы Майк Тайсон қосылды. Фильмнің премьерасы 2018 жылдың басында өтті. 2016 жылдың 2 қыркүйегінде әйгілі 1989 жылғы экшн фильмнің қайта жүктелуі кикбоксшы жаза фильмінің премьерасы өтті. Түпнұсқа фильмде Ван Дам жас жауынгер Курт Слоанды ойнады, ал ремейкте бұл рөл Ален Муссиге бұйырды. Жан-Клод Слоунның тәлімгері Мастер Дюрантты ойнады. 2 жылдан кейін кикбоксшы оралады жалғасы шықты, онда боксшы Майк Тайсон актерлік құрамға қосылды. 2019 жылдың наурыз айында көрермендер суретшіні келесі біз жас өлеміз экшн фильмінде көрді. Фильм бюджеті $4 миллион болатын миллион кинотеатрдан $144 мың аз табыс тауып, кассада сәтсіздікке ұшырады. Жеке өмір Жан-Клод Ван Дамның отбасылық қарым-қатынастары, көптеген адамдар сияқты, өте жанжалды және дауылды. Актер 5 рет ресми некеге тұрды, 2 рет бір әйелмен. Жан-Клод алғаш рет 18 жасында үйленді, ал Ван Дамның әйелі күйеуінен 7 жас үлкен Мария Родригес деген бай қыз болды. Ерлі зайыптылар ажырасқан. Болашақ актер Американы жаулап алуға аттанғанда. Алайда Жан-Клод ұзақ уақыт бойда қалмады және Ван Дам жүргізуші болып жұмыс істеген құрылыс компаниясының иесінің қызы Синтия Дердерианға үйленді актерге. Чак Норристегі кеште Ван Дам бодибилдинг чемпионы Глэдис Португасты кездестіреді. Спортшы актердің үшінші әйелі, олардың ортақ ұлы Кристофер мен қызы Бианканың анасы болады. Сонымен қатар кейінгі өмір көрсеткендей, жұлдыздың өміріндегі басты әйел. Бірақ ол кезде неке бірнеше жылға созылды. Глэдис күйеуін Жан-Клодтың сұлулық ханшайымы Дарси Лапьермен қарым-қатынасына байланысты тастап кетті. Бір қызығы, ажырасу кезінде бұрынғы әйелі Ван Дамнан ешқандай қаржылық міндеттеме талап етпеген. Бұл Голливуд отбасылар үшін өте ерекше. Актер Ван Дамға Николас деген ұл сыйлаған Лапьерге 4-ші рет үйленді. Бұл жолы ажырасу актердің мансабының құлдырауына және соған байланысты ішімдікке, алкогольге және есірткіге байланысты болды. 5-ші және соңғы рет Жан-Клод бұрынғы күйеуін қиын жағдайда қолдаған балаларының анасы Глэдис Португасқа қайта үйленді. Осыдан кейін Ван Дам Глэдистің жалғыз және сүйікті әйел екенін бірнеше рет айтты.
2009 жылы актердің жеке өмірінде тағы да өзгерістер болды. Таиландта Жан-Клод Украинаның тумасы Алена Каверинамен кездесті, және қыз жергілікті түнгі клубта биші болып жұмыс істеді. Қарым-қатынас 6 жылға созылды, ал Ван Дам Глэдиспен ресми түрде ажырасуға асықпады. Ол теңіз жағалауында 3 қабатты үй сатып алу сияқты сәнді сыйлықтармен еркелетуді жалғастырды. Әлем Аленамен бірге сапарларда қыз өзін актердің аудармашысы ретінде таныстырды, бірақ оның әлеуметтік желілерінде Каверина өзіне экран жұлдызымен бірлескен фотосуреттерді көрсетуге рұқсат берді. Бұл екі ұшты болып көрінді. 2016 жылы украиндық әйелмен романтика аяқталды. Енді суретші өзінің Instagram парақшасында жаттығудан, түсірілімнен және оқиғалардан фотолар жариялайды. Суретшінің үлкен балалары оның ізін жалғастырды. Кристофер де, Бианка да, лақап аты Бианка Бри, спортпен айналысады және актерлер мен продюсер ретінде өмірлерін киноға арнады. Кіші ұлы Николас 2018 жылы тыйым салынған есірткі сақтағаны және пышақпен шабуыл жасаған үшін 18 айға шартты түрде сотталды. 2021 жылдың шілдесінде Ван Дамның фильмографиясы соңғы жалдамалы, онда суретші отставкадағы барлау агентінің рөлін ойнады. Түсірілім алаңында Жан-Клодтың әріптестері Албан Иванов, Асса Силла, Самир Деказза, т.б. Фильмография 1988, Қанды спорт 1991, Қос соққы 1992, Әмбебап солдат 1993, Қатты нысана 199, Колон 199, Легионер 2001, Орден құпиясы 2008, КВД 2012, Ржевский Наполеонға қарсы 2014, Джунглиге қош келдіңіз 2016, 2017, Жан-Клод Ван Джонсон 2018, кикбоксшы қайтып келеді 2018, Қара сулар 2018, 2 бокс 2019, Біз жас өлеміз 2021 соңғы жалдамалы.